Hello, we'll learn the numbers today. Бүгінгі сабақ ағылшын тіліндегі сандар жайында. Cardinal numbers, ordinal numbers, есептік сандар, реттік сандар деген сөз. Міне 0, 0 деген 0, кейде оны O деп те айтады. O деген сан әріпке байланысты солай болу керек. Кейде O дейді, негізі 0. Осы 12-ге дейін санаймыз, сонда 1, міне transcription 1 деп оқылады осы. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ал реттік сандар first, бірінші, екінші, үшінші деген. First, міне transcription first, second, third, fourth, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. Барлығына TH жалғанып айтыла береді. Тек қана міне 5 ол 5th болып айтылады. Өте оңай. Бәрі тек қана осы бірінші, екінші, үшінші бөлекше болып айтылады. First, second, third деп соны есте сақтау керек. TH-ті біз бірінші сабақтың үшінші бөлімінде өткенбіз, оны қалай айту керек екенін қарамаған болсаңдар, қарап алуларыңа болады. Міне, бірден 12-ге дейін санадық, алдыңғы бетте енді 13-тен 19-ға дейін. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Осылай тиінді қосып айта береді, өте оңай. Сосын 20. 20-ден 21-ден 19-ға дейін сол 20-ге осы 1, 2, 3, 4, 5, 9-ға дейін қосып айта береді қазақшадағыдай 21, 22 деген сияқты 21, 22, 23, соның арман қарай. 30-ды 30 дейді, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100. Ал енді 30-дан сол 99-ға дейін, дәл осы 21-нан 29-ға дейін қалай саналды, тура солай саналады. 31, 32, 31, 32, 42, 43 деп. Өте оңай. Ал енді 13 мен 30-ді осы бастан айырмашылығын жазылуын және айтылуын біліп алыңдар. Ол тиін жалғанады, мына жерде ол тиін болып айтылады, соған екпін түседі және міне апостроф етіп тұр. Ал 30-де екпін бірінші буынға түседі, ол TY қысқаша айтылады. 30, 13, 30, 14, 40, 15, 50. Соның арман қарай солай айта беруге болады. Міне біз күнделікті жан-жағымызға қарасақ, көп мысалдар бар осы сандарды жаттығу жасап жүруге, ағылшынша атап. Соның бір міне телефон нөмірі 02048775533 деп айтамыз. 77 деген әріптерді айтқанда айтқанбыз, екі әріп қатар келген кезде double деп айттық. Сол сияқты екі сан қатар келген кезде де double деп айтуға болады, 77. Үш сан қатар келсе 333 деп айтамыз. Міне 333. Ал енді тағы мобиль телефон нөмір және landline. Үйдің телефон нөмір айтатын болсақ, оны айтып қойдық уже. Ал мына сан нөмірді айтсақ, 701 528 деп қазақша осылай топтап айта береміз, бірақтан ағылшын тілінде олай айтылмайды, тек қана мына сандарды жеке-жеке айту керек. 701 немесе 701 528 9192 деп. 777 37 465 82 00 немесе 00. Ал енді 7-ші класс, 11-ші класс деп айтатын болсақ, қалай айтамыз? 7th grade, 11th grade. Үй салып атсақ, бірінші этаж, екінші этаж, үшінші этаж деп қалай айтамыз? First floor, second floor, third floor. Сонымен үйді бітірдік. Осылай жан-жақтарына қарап, санды көргенде осылай ағылшынша айтып жүре беріңдер. Ал осы реттегі
жаттығу болады. Бұл енді шатыстырып алмас үшін 20, мысалы 20 мен 12-ні көп адамдар шатыстырады. 20 ол 20, 12 12. 20 minus 12 қанша болады? Үйде өздерің арифметиканы жасайсыңдар. Ол 30 minus 13. Онда өздерің арифметика жасап, мына жерде мақсат 30 бен 13-ті екеуінің екі бөлек айтылуын жаттығу жасау. 30 minus 13, 40 minus 14, 50 minus 15, 60 minus 16, 70 minus 17, 80 minus 18, 90 minus 19, 11 plus 20, 11, yeah, 11. 12 plus 50, 20 plus 11, 70 plus 12. Үйде осы сандар айтып, есептегендеріңізді айтып, жаттығу жасаңдар. Міне сандардың бір бетке жиынтықталған, оның бәрін өттік. Біз мына жерде тек қана айтатын нәрсе hundreds, жүздіктер деген сөз. 100, 100 деген 100 деген сөз. 200, 200, 300, 400, солай 900-ге дейін айта беруге болады. Өте оңай. Сол енді 900-ге дейін санадық. Енді 999 деп айтатын болсақ, 999 деймізде 1000 деп айтамыз. 1000-ді 1000 деп айтамыз. 10,000 10,000, 100,000 100,000, 1 million 1 миллион дегенде сол 1 million, 10 million, 100 million, 1 billion, 1 billion деген миллиард, 1 billion, 10 billion, 100 billion, 1 trillion. Өте үлкен сан. Ал енді басқа да сондай үлкен сандарды қалай айтуға болады? 100, 1000 деп айтамыз. 101,000 дегенді. 101,000. 123,456, 123,456. 123,456,789, 123,456,789. Осы британдықтар осындай 100-тан кейін and дегенді қосады стандартты ағылшын тілінде. Ал бірақ американдықтар қалай оны айтады? 1,452,639, 1,452,639 деп айта салады. Олар мынандай and қоспай-ақ. Жыл жайында 2021 жыл дегенді британдықтар негізі 2021 деп айтады, бірақтан қазірге американдықтарға ілесіп 2021 деп Америкада да, Англияда да солай айта береді. 2021. Бұл бетте мен жылдам teenagers жайында айтып кеткім келген. Teenagers, жасөспірімдер деген сөз осы teen деген сөзден шыққан міне. Teen 13-тен 19-ға дейінгі. Teen деген осы age деген жас деген сөз, сонымен осындай жастағылар. Жасөспірімдер, міне 18 жасқа толғанда жасөспірімдер дауыс беруге хақылы болады. Соған қуанып міне шығып тұрған 18 жастағылар. We are voting дейді. Ол деген біз енді дауыс бере аламыз деген сөз. Одан кейін 20-дан әрмен қарай үлкендер болып саналады. Adults. Ағылшынша оны adults дейді. Бұл беттегі тапсырма. Мына жерде plus, add, қосу деген сөз, minus, subtract, алу деген сөз. What is 200 plus 100? It's 300. 200-ге 100 қосқанда 300 деген сөз. What is 3000 minus 130? It's 2870. What is 130 plus 120? It's 250. What is 600 minus 165? It's 435. And multiply деген көбейту, divide, бөлу, 5 multiplied by 5. What is 5 multiplied by 5? It is equal, немесе is деп айтады, ол тең болады деген сөз.
алтыны көбейтсек 36 болады. 6 multiplied by 6 is 36. 4 multiplied by 20 80 болады. 80. 80 multiplied by 3 is 240. 125-ге бөлгенде 100 divided by 25 is 4. 500 divided by 50 is 10. 1000 divided by 250 is 4. Енді мына жерде Қазақстанның 20-шы жылғы санақ бойынша саны, the current population of Kazakhstan as of 2020 is 18,776,707 деп айтамыз. Үшінші майдағы сан осындай болды, төртінші майдағы сан осындай болды деп өздеріңіз де оқып көріңдер. Мына жерде бүкіл әлемдегі халықтың санына қарама-қарсы Қазақстанның халқының санының проценті осындай дегенде 0,124%. 0.24% деп айтамыз оны. Ал мына санды оқып көрейік. 7,794,798,739. Ал енді Қазақстан әлемдегі халқының саны жағынан 64-ші орында деген сөз соңғы. Өздеріңіз де осы сандарды тез айтып үйреніңдер. Осымен сабағымыз тамам. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар. Until next lesson.